Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен меренге рулетін дайындайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар: 5 дана жұмыртқа, 275 грамм қант, 80 грамм қант ұнтағы, 250 грамм кілегей және де 250 грамм сүзбелі ірімшікті қолданамын. Ең алдымен таза әрі құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Ақ уыз ақ түсті болғанша дейін миксерлейміз. Ақ уызды шамамен 3 минут миксерлеп, үстіне қантты бөліп қосып, ұзақ 10 минут миксерлейміз. Ақ уыз формасын жақсы ұстайды. Осылай ыдысты төңкергенде ақ уыз ағып кетпеу керек. Қалыпты алып, үстіне пергамент қағазын жайып, барлық меренганы спатуланың көмегімен тегіс жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 150 градус ыстықта 40 минутқа пісіріп аламыз. Бастысы сырты осылай сарғаю керек. Содан кейін меренганың толық суығанын күтеміз. Суығаннан кейін меренганың қағазын алып, екінші пергамент қағазына аударып саламыз. Меренга суығанша кремін дайындауға кірісеміз. Кремді дайындау үшін таза әрі құрғақ ыдысқа салқын кілегейді 33%, үстіне сүзбелі ірімшікті, қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Кремнің үстіне қалауларыңызша жеміс-жидектер, киви, малина немесе еш нәрсе салмай-ақ жай ғана кремнің өзін салса да болады. Меренганы ұстағанда өте нәзік болғандықтан, төмендегі пергамент қағазының көмегімен жоғарыға көтеріп аударып орап шығамыз. Меренганың бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеуге болады. Меренганың үстіне алып қалған кремді жағып, малинаны қойып әсемдеп шығамын.
Расында рулеттің дәмі өте ерекше, ауызда еріп, таңдайда балқиды. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.